Xатын qızını məscidlərə yaptılar. Tünler boyu мысқыл етіп yattılar. Таң атқандай иділ суына батырып, шуқындырып урасиліне заттылар. Аналардан айырып алған сабыйларны тәрі тағып зинданларға яптылар. Қарт-құрларға, зағифләргә рәнжу қылып, тірі келіші салқын көрге салдылар. Міне шушы үш куплетні мен Абдырахман бабайдан жазып алған едім. Халқыбыз шарасыздан туған негізін, ғази жырын ташлап кетерге мәжбүр болған. Саны кетсең, аның сәбәплері да бейхисап. Міне шоң оңайдан шығарылған бәйітнің бір генә yolын тыңлап оқып көрсәтәсім келе. Мен аны Ташкентте яшаучы профессор Мидхат Ағаевтан жазып алған едім. Идел буы кең диделәр, тар икәнен сиздік біз, таралдық та сибілдік біз, шәшілдік та сибілдік. Қазақ яғы, түрік яғы, ісі дейіп сүйіндік, таралдық та шәшілдік біз, шәшілдік та таралдық. Урал яғы, Сибір яғы, урманлық та тегізлік, таралдық та сибілдік біз, сибілдік та таралдық. Енді